Бастадың ба? Достар, бүгін Грека Аквайға да келіп жеттік. Плавой жерінің киіп бұғай бізден көріп отырғанда осындай үйлерде әлге дейін тұрады. Өзіміздің тұрып атқан үйлерімізге шүкіршілік етеді. Астарын сосын үйлердің астын биік қылып сейткен. Биік қылып сейген себебі жыландардан. Енді бірінші очередь жылан емес, яғни Бұнда енді жаңбыр көп, бұнда қапталда сосын граница бияныма бермемен Таиландтың границасы бар. Тау сосын, таулардан жаңбыр жауып, именно жаңбыр көп болады сезон осы. Сезон дождей дейді ғой, бұл жерлерде жаздарда сол уақытта жаңбыр ағып, бұл жерлердің осы реканзаты уровень воды көтеріледі дейді ғой, сол сияқты. Сондықтан сол үйді су басып кетпеу үшін осындай биік қылып салады екен. Таиландта любой жерге, даже какой элементарно бір жерге баратын болсаңыз, үйлердің алдарында осындай домиктер тұрады. Бұл домик духовки айтады екен. 0,5 баклажкаде, как положено, трубкамен суларын қойып кетеді екен бұқтарға. Осының бәрін қайдан білесің, братан? Кешке далаға шығамыз, қаңғырамыз, как всегда. Біз деген қазір деген пещера тигра дейді. Былайша айтқанда жалпы енді пещера тигра деген аты енді кезінде осының ішінде жолбарыста тұрған дейді. Содан аты қалып қойған дейді. Бұл храмның ішінде 43-ші жылдан бастап ары қарай енді өзінің өмірін өлгенге дейін 99 жылға дейін ба осының ішінде монах тұрған дейді. 99 жылы қайтыс болған монах өзінің телосын 42 жыл бойы шұқымаң деген екен. Сол енді жатыр шереп ішінде. Шұқымаң деген кезде көмбең, дым істемең, просто телом шұқымаң деген, сол 42 жыл бойы. Соған бұлар енді шұқымай жатыр ғой, енді шіріп жатыр ғой. Жылына бір рет алып жуындырып тұрады екен. Солай. Мое тело, мое тело, это храм. Я прекрасен, как